Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті футзал жанкүйерлері. Футзал бәсекелері қайта жалғасады. Бүгін 21-ші тур кездесуі Тұлпар. Қарағандының Тұлпар командасы өз алаңында Семейді қабылдайды. Өткен жылғы ел чемпионы Семей командасымен кездеседі. 21-ші турдың кездесуі жастар спорт кешенінде өтеді бұл матч. Соңғы ойындар енді екі команданың да өте тамаша деп айтсақ болады. Тұлпар соңғы матчтарында Каспийді жеңді. Жақсы естеріңізде болар. Бір рет жеңді, бір рет тең түсті. Ал Семейдің жеңісті сериясы 6 ойыннан тұрады. Соңғы рет Семей командасы қазір шабуыл, қақпаға соққы. Топ біршама қиыс кетті. Абдурашидов. Ал қазір Дүйсенбі, қақпаға соққы. Евалди Джайми қайтарды топты. Алдап өтем деп топты қарсасқа беріп қойды. Міне Тұлпардың шабуылы, қақпаға соққы. Тағы да Әділет Дүйсенбі. Келіспейді негізі. Осылай қала бергенде дұрыс шығар. Қақпаға соққы және гол. Есеп 1-0. Тұлпар командасы бұл матчта есеп ашып отыр. Алаң иелері есепті алға шықты. Голдың авторы 5-ші нөмір. Қарай пас. Кая Торрес ортаға және Кая Торрес қателесті. Қарсы шабуылда Тұлпар және есеп 2-0. Мәне керек болса Бауыржан Көкімбаев екінші гол соқты. Алға пас, фолмат жоқ. Қақпаға соққы. Қазір үшінші гол соғатын мүмкіндік болды. Кирилл Дуров қақпа көздеді, ал оған дейін Клинов соқтығысып қалды. Ештеңе айта алмаймын, бұл жерде қайталау сәті керек. Тосқауыл болуда. Бұл жолы Әділет Дүйсенбі допқа бөгет болды. Қақпаға соққы, өкшемен қақпа көздеп көрді, амал жоқ. Дидизиньо, Төреғазин. Ринат алдап өтті екі ойыншыны. Қақпаға соққы. Қақпа әлде голдан аман. Қарсы шабуыл. Ерейханов. Пасы өтті. Шабуыл жалғасады. Камиль мен Дидизиньо қақпаға жақын, ақыр соқты голды. Өкшемен соғып отыр Камиль Герейханов. Есеп айырмасы қысқарды 2-1. Есеп 2-2. Есеп 2-2, міне. Баланс қазір. Дидизиньо допты алып келді. Тең нәтижеге де келісе алмаймыз деген белгі бұл. Родригиньо! Қандай соққы мынау? Не деген құйтырқы соққы? Ешкім ойламады соққы жасайды деп. 2-3 есеп. Көкімбаев және сол қысым жасаған арқасында допты алғандай көрініп еді. Дидизиньо, пас, қақпаға соққы. Есеп 2-4. Герейханов дубль. Дидизиньо күтті. Допты тоқтатып, сәл пауза жасады. Герейхановтың жүгіріп келе жатқанын көрді және жақсы пас шығарып отыр. Бұл ойынның тағдыры шешіліп қойды негізі. Семей бәрібір өзінің мықтылығын мойындатты. Камиль Герейханов. Есеп 2-5 өзгерді. Герейханов хет-трик. Камиль. Бастапқыда ойыны жүрмей жатқан еді. Өкшемен гол соққаннан кейін тынысы ашылған сияқты. Тағы Камиль қазір соққы жасауға дайын тұр. Камиль Герейханов. Қақпаға соққы. Абдурашидов ұстады ақыры допты. 6-шы гол кіріп кетуге. Жоқ, төреш қырғы матч аяқталды. Құрметті жанкүйерлер, керемет матчты көрдік. Семей жеңісті жұлып алды. Есеп 2-5, тамаша ойын. Матчтың басты қаһарманы Камиль Герейханов. Хет-трик авторы атанды.
Ал Семей кезекті жеңісіне жетті және Тұлпар командасының да ойыны жаман болған жоқ негізі. Жастар бірде-бір легионер жоқ. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.